Жігітіме пәк емес екенімді айттым, ол түсінді. Мен де өз құпияммен бөліскім келеді. Жасым 17-де. Кішкентай көп қыздың бірі екен-ау демей, әңгімеме байсалдылықпен қарауларыңызды сұраймын. Әр жанның Алла жазған тағдыры әр қилы ғой. Сол секілді өмір маған тосын сыйларын ерте бастағаннан да болар, ерте есейдім. Сан шүкіршілік, атанам жанымда. Екі ардақты ағам, бір тентек кішкентай інім бар. Қыздан жалғызбын. Кішкентай кезімде кенжесі боп, жалғыз қыз деген сайын еркелеп өстім. 6 жасымнан бастап өлең жазатынмын, ақындар айтысына да қатысып жүрмін. Ақын боламын деп армандаушы едім. Ол бала арманның орнын үлкен мақсаттарым алмастырды бүгінде. Әкем анамның тілімен айтқанда, жер қозғалса да қозғалмайтын өте момын кісі. Бірақ ешқандай жаман мінезі жоқ. Ішпейді, алайда тым момындықтың да кесірі көп екен. Өмірде өз ақыңды ала алмағанның зардабы жақындарыңа тиеді екен, ұққаным. Өз бауырының, ақшаның құлы болып кеткен ағасының, жаны ашымайтын қарындастарының әкемді басынуы мен қорлауын кішкене күнімнен көріп келемін. Сол кезден басталған оларды жек көрушілігім, бүгінде қалайда олар атанамнан да, Алладан да кешірім сұрайтындай халге жеткізем деген оймен өмір сүріп келемін. Жазасын Алла арғы дүниеде де еселеп өтеткізер. Анам мұғалім, менің жаным, өмір қандай қиыншылығын алдына тосса да қаймықпаған, қасқайып өтіп келе жатқан, әлі де арпалыспен жүрген жан. Үлкен ағам білім грантын жеңіп алып, оқуын бітірді. 1991 жылға. Бірақ сол ағамның жолы тым ауыр. Тап біреу байлап тастаған түйіндей. Әрине, Алланың жазған сынақтары да болады ғой, бірақ бір адамның жолы ылғи болмай, не істесе де алға баспауы деген қиын екен. Оны айтсам ұзақ әңгіме болады. Кіші ағам 94, оқуға әскерден келіп кешігіп түсті. Қазір грантта оқиды, Аллаға шүкір. Мен биыл мектеп бітіруші түлекпін. Сабағым жақсы, шүкір, мен егер грантқа түспесем мүлде оқи алмай қаламын деген қорқынышпен, және қалайда танам үшін оқуға түсуім керек деген мақсатпен талпынып жүрген жайым бар. Бірақ та жүрегімді қорқынышты ойлар мазалап жүргенде, тыныш жерде сабақ оқығанның өзі мәселе екен. Анығын айтсам, мен зорланғанмын. Менің күйме сарындас оқиғаларды оқысам, бәрі қайта есіме түсіп кетеді. 11 жасымда әкемнің 50 жылдық тойы болды үйде. Жаңа жылмен қатар өткіздік. Жан жақтан туыстар келді. Көрші ауылда тұратын әкемнің туысқан қарындасы бар, бірақ туғандарынан да етене жақын араласатын, отбасымызбен жақсы қарым қатынаста жүрген еді. Сол қарындасының 94 жылға ұлы бар етін. Соны тойдан кейін үйге көмектессін, ыдыстарды тарқатуға деп тастап кетті. Ағаларым қалада, кішісі әскерде ол кезде. Онда мен ерке, кішкентай қызбын, ойымда ешқандай жаман нәрсе жоқ. Бірақ жалғыз қыз болған соң тірлікке жақсы араласатынмын. Ағам деп ойлап еркелеп жүрген туысқаным үйдегілер ертесіне базарға кеткенде маған зорлық көрсетті. Мен түсіне бастап қатты жыладым, бірақ ол саған кім сенеді, дәлелдей алмайсың, айтсаң тағы қайталаймын деп көп қорқытты. Үйдегілер кештеу келді. Әлгі туысым болса ауылына қайтты. Кейін таң қаламын, бұл туралы балалықпен бе білмеймін, ұмыта бастадым. Ана ағам одан кейін мені көрсе, құп-қу болып сұрланып қашқақтайды. Кейде тағы тиіскісі келеді, мен ұрып тастаймын әлім жеткенше. Көрген жерде сәлемдеспеймін, бірақ анасын, әкесін әпке жезделеп әлі сыйлаймын. Осы жылы мамырда бір жігітпен ФК арқылы таныстым. Әшейінде бөтендер жазса жазбайтынмын, бұл жанның жазғаны ерекше, әзілдеп жазған өлең еді, мен де өлеңмен жауап қаттым, солай күн сайын ойнап айтысып жүрдік.
Сөйтсем сол жаңағы туысым тұратын көрші ауылдың 92 жылғы баласы екен. Әңгімеміз жарасып, телефонмен тілдесіп жүретінбіз. Жаздың бір күні түнде әкемнің үлкен күртешесін жамылып алып, қыздармен бірге ауылдың ішінде жүріп қайтып бара жатқанмын. Енді үй жаққа жете бергенде біреу машинадан түсіп маған қарай келе жатыр. Жүрегім тас төбеме шығып айқайлауға шақ тұр едім. Телефон жарығын жақсам, сымбатты бір жігіт екен. Сол жаңағы мен сөйлесіп жүрген жан. Сол жерде алғаш көріп, ол мені, мен оны ұнатып қалдым. Одан кейін 2-3 аптадан соң сөз салды. Керемет қылып, мен келістім. Мендегі жай бала махаббат емес, шынайы, пәк сезім. Ол өте ақылды, нағыз қазақ жігітіне тән мінезі бар, денелі, өзі иманды, пысық. Үйінің үлкені, анасынан ерте айырылған. Қазір екінші анасы бар. Бірақ туғандай көріп жақсы көреді, қатты сыйлайды. Әжесінің баласы болып өскенмен, нағыз жігітше керемет мінезі бар. Кейде таң қаламын, мен армандаған адамды тура сондай етіп жолықтырған Алланың құдіретіне. Менен 7 жас үлкен болған соң, сіз деймін, оны сыйлаймын. Ол маған болашақ жары ретінде ғана қарайды, болашағын менімен ғана байланыстырады. Мен де оның жанында болсам бақытты болатыныма сенімдімін. Маған артық нәрсе жасамайды, маңдайымнан иіскеп қана келетін. Сені үйіме үлбіретіп, ақ адал күйінде қолыма көтеріп апарамын деп армандайды. Өзі де айтады, мен ешқандай қыздарға бір түнге болсын бармаймын. Босқа көшеден ауру тауып, балаларым ауру болғанын қаламайым, саған лайық болғым келеді дейді. Оның сондай адал, ақ көңіл мінезіне мен өзімді лайықсыз сезінем. Бір түні телефонда бар күшімді жинап басымнан кешкен нәрсенің бәрін айттым. Ол жұбатып, жүрегім қанжылап кетті ғой деп жаман күйге түсті. Әлгі ағамды таниды екен. Құдай-ау, көшеге шықпайтын, әркімнен бір таяқ жеп жүретін қатын мінезді бала еді, үндемегеннен үйде пәле шығады деген сол екен ғой деп таңғалды. Көрген жерде аямаймын деп ашуланды. Енді мені тастап кететін шығар деп отырсам, сенің маған 2 есе адал екеніңе көзім жетті деп, одан кейін 2 есе сыйлайтын болды. Оның адамгершілігіне тағы бір көзім жетті. Жігіті мұғалім, жиһаз да жасайды. Менің арманымдағы және мені қатты сүйетін осы жанға ғана қосылғым келеді. Әлі талай жігіт бар ғой демей, тек бір жанның қасында болсам деймін. Алла қаласа, мен бір курсты бітірген соң сені ұзатып аламын. Келіспесе ата-анаң алып қашамын деп дайындалып жүр. Ол да аз уақытта көп қиындықтар көрді, мен оны демеп отырамын. Ол да ылғи мені қолдап ақылын айтып жүреді.